Арма ардақты ағайын, біз бүгін мінекей жексенбілік жүздесу өсіп өнген өнегелі Абиловтар отбасына келіп отырмыз. Үшқұдық ауданының жанындағы Жолшылар ауылындағы бүгінгі біздің Абиловтар шаңырағында тойдың басталып жатыр. Алла қаласа алдағы осы аптаның сенбі күні осы әулеттегі біздің Тимур інімізбенен Нұрсипат келіннің той басталғалы жатыр. Ендеше той талаптарыңыз оң болсын, құрметті ағайындар. Ал енді бүгін мінекей Көшер ағамыздың, Шынығұл жеңгеміздің, яғни Әбіл атамыз бен Айманша жеміздің шаңырағы киелі қара шаңыраққа бүгін ағайын туыстар барлығы жиналып отыр. Біз қазір дастархан басында бүгінгі келген қонақтарымызбен, құдаларымызбен, құдағайларымызбен, туған туысқандарымызбен емен жарқын сұхбат жүргізетін боламыз. Ендеше құрметті қонақтар, қош келдіңіздер дастархан басына. Ал енді осы әулеттің төл перзенті Аңсат аға дастархан басындағы барлық келген жамағатты жақсылап таныстырып өтсеңіз. Мынау енді әулетімізде ертең енді суббота күні тойдың басталады деп отырмыз. Осы тойдың бастамасы. Неге мен енді құдаларымды біріншіден бәрі күнелер таныстырып кетейін. Мынау үлкен құда, Берікбол құдамыз, ар жағындағы кемпірі құдағай, үлкен құдағай. Одан кейінгі кісі Жаңаш құдағайдың мамасы. Айман келіннің үлкен әжесі. Келіннің үлкен әжесі. Айманкүл деген құдағай. Одан кейін кісі біздің анамыз Айманша. Одан кейін өткен Жаңаш құдағайымыз. Мына төрде өткен біздің үйдегі үлкен жездеміз Сабыр. Одан кейін мынау өткен біздің ауыздағы құда Жәнібек. Мынау менен үлкен ағам Жалғас. Мен екібастан Аңсат. Ана өткен қыздың үлкені Айдын. Арып ішінде бір бидай. Одан кейін Жәкеңнің үйіндегі жұбайы Қаламбыр. Мына кісі біздің үйдегі кісі Сәнімгүл аты. Мынау енді Жәнібек құданың құдасы Көшер, мен інім. Мынау Шынығұл құдағайы. Мынау өткен келініміз Сабырдың үлкен келіні Құралай. Одан кейінгі өткен мынау Қанат Сабырдың баласы. Одан кейінгі Бағлан Жәкеңнің баласы. Тимур мен ана келін екібастан белгілі, екеуі есін алып жатыр. Мынау енді Көшердің қызы Әсел. Мынау Мараттың қызы Жанат. Анау Жалғастың қызы Ота. Отырған жігіт Құда, Арсен деген жігіт. Құда деген Құдайдың аты дейді ана қалымыз. Ендеше осы Тәуелбайдың бүгінде абыздай ақын ақсақалы, осы әулеттің үлкен құдасы, келіннің атасы Берікбол атамыз дастархан басына келіп отыр. Мінекей қазір енді осы бүгінгі дастарханымызды ашып беру үшін алдымен мен Берікбол атама сөз бергім келіп отыр. Ал Берікбол ата, қадамыңыз құтты болсын. Жастарға мынау тойдың басында жақсы бір тілегіңізді айтсаңыз. Ал құда жегжаттар, бабырлар, мына бұрынғы ата-бабамыздан сөз қар үйірі басқаны ноқта қосады, қонысы басқаны құдай дескен көңіл қосады деген. Бізде мына бір-бірімізді білмейтін едік. Мені өзіміз кемпір екеуміз 2008-де келдік осы араға. Балдар 92-де Алтынбек бастап келді, үлкен балам. Соның ізінен балдар келе берді. Біз енді бұл жердің көбісін білмейміз ғой енді. Мынау бұл жаңағы мынау Көшер, мынау жаңағы әрі қарындасымыз, әрі апамыз бар Айманша, жаңағы Әбіл деп отырсар ма? Шанның аты Әбіл ғой. Әбіл менен Айманшаның менен отбасында отырмыз. Енді міне 1000 жылдық құда 100 жылдық күйеу болдық. Мінекей соның қызметінде, соның құрметінде міне отырмыз. Балдарға не тілейміз? Қосылған балдарға бақытты болсын, өмірлері ұзақ болсын, ырысқы несібесі мол болсын. Әлемі тыныш қалған аман болып көктеміз, ұл сүйіп, қыз сүйіп, осы ата-анасындай сізбен біздердей бір азамат болып өсуіне Алладан тілейміз, соға тілектеспіз. Қырау шалған самайын, қадір тұтқан ағайын, асыл әжелер өсірген жайсаң ұлдардың талайын. Бағам деп жүр әлде шөберемнің, шөпшегімнің талайын деп, мінекей төрімізде
ақ жаулықты, ақ самайлы, ақ жүректі аналарымыз келіп отыр. Яғни осы әулеттің және құдалар әулетінің үлкендері, асыл әжелер, төрімізде бүгінгі келіннің әжесі алыстан ат терлетіп Айманкүл әжемізбен өзіміздің осы шаңырақтың иесі Айманша әжеміздің жақсы бір жастарға келген қонақтарға тілегін естейік. Мінекей құрметті құдағай, сіз ғой білап бар енді. Үлкені осы, сізден тарап жатыр бәрі. Біріншіден сізге құтты болсын мына қолдарыңызға қондырып отқан құстарыңыз. Құдалар, құрметті, мына құдағайлар баршаңызға құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Мына көтеріп жатқан шаңырақтары биік болсын, керегесі кең, босағасы берік болсын. Әрқашанда жаманшылық көрмесін. Көргендері той болсын, жегендері қой болсын, терезесі кең болсын. Әрқашанда бақытты болсын балдарым. Иә. Мына бүгін жиналып отқан осы екі жастың арқасы ғой. Құдалар қадамдарың құтты болсын. Қосылып жатқан жаңалықтардың бәрі құтты болсын. Рахмет осындай қыз өсіргендеріңе. Балдарымыздың бақыты үшін ғой осы жүгіретініміз әйтеуір. Балдарымның бәріне де сондай жақсы ниет тілеймін. 4 ұл бір қызым бар, Құдайға шүкір. 16 немере бар, енді немере 18 болайын деп, шөберелі 18 болайын деп тұр Құдай қаласа. Құдай көпсінбесін. Әйтеуір өсіп өніп жатырмыз. Құдайға шүкір, жаман емеспін. Әйтеуір осы бір аурудың азабын көбірек тарттым. Болмаса Құдайға шүкір, мың қайтара шүкір. Жақсымын. Тәрбием де жақсы, Құдайға шүкір. Күтім де жақсы, жаман емеспін. Рахмет балдарыма. Осындай тәрбие беріп отырған. Мен де бұларға жамандық үйреткен жоқпын. Жақсы жолды үйретіп, әлге дейін айтып отырам, мынандай болса, мынандай болады балдар-ау деп. Құдайға шүкір, балдарым бақытты болсын. 2 жас қосылған. Әрқашанда осы ата-енесіне мейірімді болып, халыққа қалаулы, еліне елеулі болғанын мен де жақсы көрем. Рахмет осынша жиналып мына дастарханның басына осындай дәреже қылып жатқан балдарымның бәріне рахмет. Не бүгін жиналып отқан себебіміз осы көшер құданың үйінде кәтта той екен, тойлары сойғыласын, балдары бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Әрқашанда осы ағайын туыс құда андаларменен өйтіп әр дастарханның үстінде, кең дастарханның үстінде кездесе берейік. Балдарымыз бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Мінекей бүгін осы әулеттің қызы, үлкен қызы Айдын апамызбен Сабыр ағамыз келіп отыр. Сол кісілердің де бір жақсы тілегін естейік. Жақсы тілек сіздерден болсын жастарымызға. Той қыласын. Жақсы, мына тойдың басы деп жатыр ғой. Той құтты бола берсін. Мына келген құдағайлардың қадамынан нұр жаусын дейміз. Осы 2 жас бақытты болсын. Көшер шынығыл талаптарың бола берсін. Не дейміз енді? 2 жас бақытты болсын дейміз. Міне мынау бүгін бауырларымның отының басында дастархан жайып, ағайын туыс құда андалармен бас қосып отырған себебіміз мына Темір мен Нұрсипаттың бас қосқан тойы басталып жатыр бүгін. Жастар бақытты болсын. Мына бауырларымның дастарханы әрдайым тойға жайылсын. Барлықтарыңызбен осындай жақсы ниетте кездесейік. Не дейміз? Барлықтарыңыздың да қадамдарыңызға нұр жаусын. Осы той тойлап, тойда жүре берейік. Мінеки жаңа қанша тілектерді айтып жатсыздар. Тілектеріңіздің бәрі қабыл болсын, періштелердің құлағына шалынсын. Осы балдарымыз бақытты болсын. Енді тойды бастап жатырмыз, тойдың арты ашық. Балдарымыз әрқашан бақытты болсын дейміз. Осындай жарқын жүзбен кездесіп, тойда жүрейік та. Мінекей киелі шаңыраққа жиналған жақсы адамдардың, қонақтарымыздың жақсы тілегін естік. Ал енді ағайын қалған қызықтарды той барысында көретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Bizde mahhabat var бүкіл әлем түсінбейді. Yarışı şal yaparlar kayıp bilip sonda isteğimin bilgisidir. Енді тойға кеткен адам міндетті түрде мас болады. Мас болып бейіш ересе. Ей бақытта берсе басыңа, ел жұртың болса қасыңда